Bir toyum var bolatını sözsüz menin. Dәл қайкыны болатынын айта алмаймын. Бірақ ешкімді билетпей қайтармаймын. Ондан таға салатын ұран сондай. Қартында қайтпайды бірән салмай. 25-тің мәніне сағындырсам, кемпірлердің қызыны сағындырсам деп күнгі осы торқал той жасырытқан как болаттар отбасына тағы да қошемет шапалақ ұқпайды қойды. Ал ендеше құрметті қонақтар, мынау тойымыздың басы болсын деген ниетпен, мынау ешқашан ешкім батадан анықтамаған. Сондықтан да бүгінгі мынау кішкентай баламызға жаңа өмірді басып жатқан, қадам басып жатқан кішкентай бүлдіршімізге ақ батасын беруге Күләштай апамызды, Күлжан апамызды ортаға қошеметпен шақырайықшы кәне. Құрметті қонақтар, қошеметтеріңізбен Күлжан апамызды ортаға. Күлжан апамыз ортаға келсін, сіздер ортаға беруге рұқсат, құрметті ағайындар. Қош келдіңіз, апа, мынау енді кішкентай бүлдіршімізге өзіңіздің ақ батаңызды берсеңіз ендеше Илья-Ямин деп қой. Илья-Ямин, Құдай, үкіметің болды, оқуың жемісті болсын, өмірің ұзақ болсын, ата-анаң аман болсын, туған туысқаныңа арасында сыйлы, қадірлі болып, 10-шы бітіріп, әскерге барғанымды аман-есен көруге жасын. Ой, рахмет ата. Батаңыз баламызға әрқашанда сіздің батаңыз қолдау болып, мынадай үлкен апаларымыздың батасы әрқашанда бізге бірге болсын деген ниеттеміз. Ендеше мынау сіздерге айтатынымыз әрқашанда сіздердің бет болмасын, ешқашанда мынау көңілдеріңіз шек болмасын, әрқашанда мынау жаулықтарыңызда сіздердің ақ жаулықтарыңызға ешқашанда шаң шықпасын деп, тағы да апаларымызға қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті қонақтар. Осындай апаларымыз әрқашанда аман болсын, кемелеріміз, дарияларымыз, даналарымыз аман болсын деп, ендеше осы қошеметпен сіздерді орындарыңызға жайғасуға рұқсат. Аумин деп қояйық, ендеше орындарыңызға жайғасып отыруға рұқсат. Ендеше аға, апай, сіздерде